Елімізде жыл басынан бері 16 мыңға жуық өнеркәсіптік нысан тексеріліп, 100 мыңнан аса заң бұзушылығы анықталған. Салдарынан жұмысшылардың өмірі мен денсаулығына қауіп төніп, қауіпсіздік нормаларын сақтамаған 7,5 мыңнан аса объектінің жұмысы тоқтатылыпты. Бұл туралы үкіметте төтенше жағдайлар министрі Шыңғас Әрінов мәлім етті. Айтуынша, кей ғимараттарда өртке қарсы автоматика жүйесі дұрыс жұмыс істемесе, кейбірінде олар мүлдем болмаған. Тіпті жұмысшыларды оқытпай, қауіпсіздік ережелерімен таныстырмай жұмысқа алған мекемелерде болған екен. Қауіпті өндірістік объектілерде анықталған бұзушылықтар көбінесе адам өліміне немесе жұмысшылардың жарақат алуына әкеп соғатын авариялардың, жазатайым оқиғалардың орын алуымен қатар жүреді. Ағымдағы жылғы қаңтар мен мамыр аралығында мұнай, химия және тау-кен саласында 11 авария, сондай-ақ қазандық және газ шаруашылығы, өсімдік шикізатын өңдеу объектілерінде 60-тан астам оқиға тіркелді. 22 жұмысшы жарақат алып, 15 адам өкінішке қарай қайтыс болды.